Жігітпен карантинде немен айналысуға болады? Бәріне сәлем менің құрбыларым. Сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Және мен бүкіл әлемде карантин болып, әр мемлекет өз азаматтарын үйде отырып, ешқайда шықпауын талап еткен кезде арақатынас жайлы кеңес беріп отырамын деп еш ойламаппын да. Тура солай сендердің интернет құрбыларыңның да жол болмады. Ешкім ешқайда шықпаса, ешкіммен кездеспесе, мен арақатынас жайлы видеоларымды қалай түсіремін? Менің қыдырып, серуендеп, кездесулерге барғысы келетін құрбыларым не істейді екен? Тура осы жердегі басты ой, егер сен жалғызбасты қыз болсаң, онда нағыз тозақ енді бастауда. Жігітпен кездесуге де шыға алмай, онымен флирт та жасай алмай, керек жерлерін ұстай алмай, бірнәрсе жасауға да мүмкіндік жоқ. Ал егер сенің жігітің болып, сендер бөлек тұрып жатсаңда, бұл одан да үлкен сұмдық. Себебі сендер жұп сияқтысыңдар, бірақ кездесіп көрісе алмайсыңдар. Енді карантин кезінде қалай араласамыз? Уақытты қалай бірге өткізіп, жігітпен интернетте немен айналысуға болады? Тура осы жайлы біз бүгін осы видеода сөйлесетін боламыз. Бұл шығарылым басы бос қыздар мен жігіті бола тұрып, онымен кездесе алмайтын қыздарға да пайдалы болмақ. Сонымен дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, бір-бірлеріңді жақсырақ таныңдар. Әлеуметтік изоляция бірден арақатынасты бастамай тұрып, сендерге бір-бірлеріңді жақсырақ тануға көмектеседі. Егер сендер әлі де қыз жігіт ретінде жүріп үлгермесеңдер, онда ол жігіттің саған сәйкес келіп, келмейтінін анықтауға да болады. Оның саған деген көзқарасымен сені болашақ қызы ретінде көретінін анықтап баста. Егер ол паразит сені қолданып, артынша тастап кеткісі келсе, бұл оның қолынан келе қоймас. Жігіт сені тек сырттай ғана ұнатып, сенің ішкі әлеміңе түкіргені бар болса, онда оған сенімен сөйлесетін әңгіме де табылмай, бір-бірлеріңді жақынырақ тану да қызық болмай, арақатынас жалғасын ары қарай таппайтын болады. Айтыңдаршы, ондай адам керек пе сендерге? Карантин уақытын тиімді пайдаланып, сапалы жігіттерді сені пайдаланғысы келетін қыз құмарлардан ажыратып, өзіңе жақсы әсер қалдырғандармен ғана сөйлесіп баста. Сөйтіп, пандемия біткен соң олармен кездесуге де аттансаң болады. Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, жігітпен видео ойын ойна. Егер сендер жақынырақ танысып, қызық тақырыптарда әңгіме айтып, карантин уақытында ортақ қызығушылықтар тапқыларың келсе, онда мобильді видео ойындар жақсы көмектеседі. Ол жерде сен жігіттің түрлі эмоцияларын байқап, көңілді уақыт өткізе аласың. Үшінші, екеуіңе де бірдей ұнайтын нәрселермен айналысыңдар. Бұл ортақ қызығушылықтар болуы да мүмкін. Видео арқылы музыкалық аспаптарда бірге ойнау, бір әуендерге билеу, бір-бірлеріңе сурет салуды үйрету және тағы басқа барлық қызық нәрселер. Төртінші, жаңа адамдармен танысып баста. Бұл дәл қазір маған осы видеоның астына «Санжар, жігітім болмаса ше?» деп жазатын құрбыларым үшін. Онда танысу керек әрине. Қазіргі уақытта барлығы карантинде, үйде, телефондарда, әлеуметтік желілерде отырып жатады. Интернетте жігіттермен танысу үшін бұдан да керемет сәт ешқашан болмайды. Онымен қоса сенде қажетті тақырып та бар. Сен карантин сөзін негізгі әңгімелесетін тақырып ретінде алып, жігіттен «Карантинда не істеп жатсың? Үйде отырып есің ауысып кетпеді ме? Біткен соң не істейсің? Қыдырып қайтсақ қайтеді?» деп жазсаң болады. Ал бүгінге осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда комментарийге жаз. Мен міндетті түрде оқып жауап беремін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.